Мынау ақшада бұны адал табатын жолы бар, харам табатын жолы бар да. Адал табатын жолы ол ақыретте сені жәннатқа кіргізеді да. Харамнан табатын болсаң, ақыретте тозаққа кіріп кетесің да. Бауырлар, адал істейік, ішпей, шекпей, 5 уақыт намаз оқып, біреудің ақысын жемей, біреуге өтірік сөйлемей, біреудің ақысына қол тықпай, барынша адал жұмыс жасайық. Мына ақшаны деп жолдан тайып кетпейік, бауырлар. Біреулер бар да, көпшілікке топырақ шашпаймын негізі. Тапса қуанады, ішет арақты. Жоқ болса жана ренжіп ішет арақты. Қай кезде ішпеуге болады? Мына дүние жүрегіңе кіріп кетпеген кезде ішпеуге болады. Міне жүрмін ғой мен, ішпей, шекпей, 5 уақыт намаз оқып, денсаулығымды сақтап, Тибеттің өнімдерін ішіп, өзім ауырып қалмайын, бала шағам ауырып қалмасын деп, Тибеттің шөп дәрілерін ішіп, законный болып жүрген жеріміз бар. Сіздер де денсаулықтарыңызға қараңыздар. Мына ақшаны денсаулыққа қызғанбаңыздар. Тибеттің шөп дәрілерін рисковать етіп алып, ішіп, денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Денсаулықтан проблема болса, кез келген ауруға шөп дәрі бар. Ем жолы 100 мыңнан басталады. 700 мыңға дейін ем жолы бар. Адамдар алып жатыр, ішіп жатыр, емделіп жатыр. Содан кейін Инстаграмға шығып уверен болып сөйлеймін. Отсыптарды салмаймын, көз тиет, сөз тиет. Құдияр саған сенемін. Жақсы дәрім болса берші деген қазақ емделіп жатыр. Бүкіл Қазақстанға доставка бар. Менен шөп дәрі алып ішіңіздер Тибеттің дәрісіне. Міне адамдар алып ішіп жатыр. Емделіп жатыр, жақсы болып жатыр. Содан кейін Инстаграм, ТикТокқа шығам да. Әрбір қазағым дені сау болсын, әрбір қазағым аман жүрсін. Батамен ел көгереді, жаңғырмен жер көгереді деген қазақ бекер айтпаған. Сіздердің алдап, ақшаларыңызды алып, жаман дәрін сататын бала емеспін. Мен адал жұмыс жасаймын. Келіп алам десеңіздер, келіп алыңыздар. Доставкамен жібер десеңіздер, доставкамен жіберем. Маған ол Қытайдан шөп дәрі келіп жатыр, тибетский. Соны ішкен адам емделіп жатыр. Қорықпай, дірілдемей ақша шығарған адам емделіп жатыр. Мен Чимкентте тұрам, Гагарин 24А. Телефон нөмірім 8776 280 85 85. Мынау дәрінің ақшасы. Мен бұны қазір бухгалтерге өткізем. Ішкен адам емделіп жатыр.